Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге осындай имбирные пряниктер жасайтын боламыз. Нағыз жаңа жылдық атмосфералық пряниктер деп айта аламын. Жасау жолы өте оңай, дайындап көріңіздер. Ең алдымен балымызға сахарымызды, яғни шекерімізді қосып, одан соң үстіне сары майымызды, одан соң 1 шай қасық имбир және 1 шай қасық корица қосамыз да, кішкене шым-шым тұз қосып, жақсылап орташа отта араластыратын боламыз. Неге осылай барлығы еріп, жақсы бірігу қажет. Одан соң толық ергеннен кейін үстіне шым-шым сода қосып, тағда кішкене араластыратын боламыз. Неге бізде осындай масса шығу қажет. Енді осыны суытып аламыз да, үстіне аз-аздан ұнымызды қосып, жұмсақ етіп қамырделейтін боламыз. Жұмсақ етіп илеген қамырымызды пакетке салып, жарты сағат немесе 20 минутқа холодильникке салып қоятын боламыз. Осы уақыт аралығында кремін дайындайтын боламыз. Креміне 1 жұмыртқаның ағуызы, яғни белогын алып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Вилкамен, немесе қасықпен араластырсаңыздар да болады. 1 жұмыртқаның белогына 100-120 граммдай қант ұнтағын қажет етеді. Неге толықтай осылай біріккенше араластыратын боламыз. Дайын болған кремімізді кондитерлік мешокқа салып, жақсылап тұрып орап аламыз осылай. Неге дайын болған қамырымды осылай жайып алып, үстінен жаңа жылдық формалармен басып жауып жатырмын. Қамырларыңызды кішкене қалыңырақ етіп жайсаңыздар болады. Мен жұқа етіп осылай жайып шықтым. Менің пряниктерім өте тез пісті. Жұқа болғаннан кейін 10 минутта пісіп қалды. Неге дайын болған пряниктерімізді осылай жаңағы кремімізбен әсемдеп, әрлеп, қалағандарыңызша істесеңіздер болады. Қар секілді формада осылай істеп шықтым барлығын. Өте әдем болып шықты, жаңа жылдық көңіл күй сыйлайды. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады, әрі өте тез дайындалады. Астарыңыз дәмді болсын.